Бүгін біз осындай гүлді салып көреміз. Үстінен қараған кезде мынау жартылай шетінен және үстінен қаранып тұр ғой. Біз полностью үстінен қараған түрін саламыз. Ол үшін бізге не істеу керек? Ол үшін бізге бірінші әр осындай жаңағы лепестогын әр жапырағын салып аламыз бір-бірден. Ортасын аса қажет жоқ. Бізге мыналар керек. Біреуін салып аламыз. Содан кейін осыларды айналдырып көбейтіп шығамыз. Мынау бізде бір слой болады, мынау екінші слой болады, мынау үшінші слой болады, мынау төртінші слой или үш слой болады. Бастайық. Енді біз мына инструмент тарамыз. Двухточная линияны аламыз. Суретті бастаймыз. Мысалы, былай. Қосса болады. И форма инструмент аламыз да. Мына жерін дұрыстап жүреміз, кішкене созамыз. Мына жерлер кішігірім дұрыс сияқты. Тура болудың қажет жоқ, өйткені гүлдің формасы да бір түзу, бір симметричный емес, тура бір симметричный қажет жоқ. Ең басты, главное, құсап тұрса болды. Бәрін белгілеп аламыз да, енді сурет салып болдық, енді жалпы. Бәрін белгілейміз. И осы жерде преобразовать в кривую басамыз. Осы жерде симметрический узел басамыз. Сол кезде мынандай формаға айналады. Содан бізге не істеу керек? Мына жері бізге кішкене үшкірлеу. Соны келтіреміз. Ол үшін бізге мынаны кішкене артқа қарай созу керек. Созамыз. Мынаны басамыз да, осы жерде бізге бұны үшкірге айналдыру керек. Үшкірге айналдырамыз да, преобразовать в кривую дейміз. Ручной бет қойып шығамыз. Преобразовать в кривую дейміз да. Точканы қажет жоқ, жалпы. Былайынан аламыз, былайынан қоямыз. Енді бізге жалпы ұқсат деп ойлаймын, жапыраққа. Бір несіне. Мына жерді жұмсақ қылып істесек болады, бүйтіп екеуін алып, мына жерде точканы алып тастап, более мягкий болады сол кезде. Мынаны кішкене тартып, астына. Мынаны былайынан тартып кішкене. Енді бізде кішкене жұмсақ болды. Енді біздің бір жапырағымыз дайын. Енді мына суретке қарасаңыз, мына жерде астыңғы жағы светлый болып тұр да, жапырақтың үстіңгі жағы темный, более темный болып тұр. То есть розовый болып тұр да, более, мына астыңғы жағы более яркий болып тұр. Ол үшін бізге не істеу керек? Ол үшін бізге градиентпен құю керек. Біз бірінші бұны розовыйға бояп аламыз сразу. И потом градиентный заливка жасаймыз. То есть градиентный заливканы аламыз, үстін кішкене ярче аламыз. То есть мынандай более тусклый, кішкене тусклый. И мынау астың жағын бізге ақшылдау цвет қылу керек. Даже аппақ қылсақ та болады. Аппақ кетті ма? Жалпы былайынан алсақ болады. Жалпы осылай дұрыс болады деп ойлаймын. Содан кейін мына инструмент аламыз да контурын алып тастаймыз. Енді бізге не істеу керек? Енді бізге бұны арт жағындағы жапырақтардан бастау керек. Арт жағынан бастаймыз. Бізге бірінші ол үшін центрін табу керек. Мына жерден центрі қаншалықты алыс. Мынамен мынаның арасын табу керек. Примерно осындай контролды басамыз да, думалақты жасаймыз. Мына екі объекті белгілеп алып, выравнивание жасаймыз тура ортасынан. Екеуі бір-біріне қатысты выравнивание жасалды. Мына енді сарыға бойы салайық ортасына. Шли бұндай сары емес, енді кішкене бөле тусклый сары. Окей. Бұның несін алып тастайық. Выравнивание контурын алып тастаймыз.
Және бізде бірінші жапырағымыз дайын. Енді біз не істейміз? Енді бізге бұны көбейту керек. Көбейту үшін қалай істеу керек бізге? Біз қазір былайынан қолмен копировать етсек болады. Копировать деп былайынан әрқайсысын бүйтіп жатсақ болады. Бүйтіп. Бірақтан бұдан оңай способы бар. Ол үшін не істеу керек бізге? Ол үшін бізге объектін белгілейміз да. Мына жерде преобразование деген бар. Егер сізде көрінбей тұрса, окно настройкиге барасыз. Окно настройки. И осы жерде преобразование деген бар. Преобразование и повернуть. Осы жерде бізге мынандай порядокта расположение ол. Мына жақта біреу, мына жақта біреу, мына жақта біреу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 керек қой примерно. 7, 8. Енді бізде мынау объектіні бассаңыз, тағы бір рет бассаңыз, ортасынан мынандай думалақ шығады. То есть бұл жер центр бойынша выравнивание болып тұр да. То есть егер қазір көбейткен кезінде былай бір орында көбейе берді. Сол үшін не істейміз? По центру деген направляющий шығады, үстінен басамыз да мынаның үстіне апарамыз. Енді біз үстіне апардық, мына объектіні басамыз. Мына жерде преобразованияда процент көрсетіліп тұрады, қаншаға көбейту керек деп. И мына жерде относительно центра тұру керек, копия 1. Міне. Бізге мына жерде кішкене көп болып кетті, ол үшін азайтып көрейік. Осындай жетіп қалар. Баса береміз, применить. Бізде равномерно сол кезде мынау артқы жаңағы жапырақтар пайда болады. Ал енді бізге мынау ішкі жағын жасау керек. Ішкі жағы да тура сондай бір жапырақ таба аласыз да, мысалы плюске басамыз, копирование. И мынау центрін өзіне алып алайық пока. Бұл кішкене ішіне кіріп тұр, қарасаңыз, ішіне кіріп тұр. И бұл мынаның үстінде тұр, мынау жапырақтың. Сол үшін Ctrl-P жапты басасыз, или Home ең үстіне шығарады. Бізге мына жапырағымыз былайынан қоямыз да, енді тура бағанандай, мына по центру дегенде мына думалақтың тура ортасына қоямыз. И бұда да сондай. Бұл жерде бірақтан бізде 45 емес, бір көрейік басқа 50 деп көрейік. Жоқ, 50. 45-ті көрейік. 45 тура болып тұр, 45 саламыз. Негізі мына жерде кішкене цветін өзгертіп жіберсеңіздер де болады, чтобы тағы да более басқаша болып көрінетіндей. Бізде екінші слой дайын. Енді бізде мына үшінші слой бар. Ол үшінші слойды кішкене мыжып жасауға болады. То есть плюс дейсіз да, Ctrl-Home ең үстіне шығады. И бізде ол мына жерде тұру керек примерно. Және де біз бұны кішкене бетіп мұжамыз. Сол кезде бір иллюзия пайда болады, что жапырақ иіліп тұрған сияқты болып. Енді бұны жасадық, кішкене бетіп дұрыстап жүрейік. Бізде по центру деген көрінізі, мынаған байланысты жасаңыз былай жылжиды болшы. Ол үшін бізге мынаны өзіне қайтару керек. Тура ортасына барсаңыз түседі орнына. Кішкене бұрамыз. Кішкене қойық орнына. Және де бұны аламыз да, тура бағанағындай по центруды мынау сары ненің ортасына қоямыз. Үстіне басамыз, тағы да көбейтіп көрейік. 45-те тұра берсін, қалай берді. 45 более жақсы сияқты. Тағы. Бізде уже үшінші слой пайда болды. Енді бізге тағы бір слой бар. Бұл практически бұлайынан үстінен болып тұр. Мынаны копировать етеміз, плюс Ctrl-Home басамыз, тағы да ең үстіне шығады сол кезде. Және де біз бұны аламыз да, мына центрін қайтып орнына қоямыз. Содан кейін мынаны аламыз да. Бізге уже мынау екеуінің ортасында тұру керек. Жоқ, бірінші біз бұны кішірейтіп аламыз. Бірінші кішірейтіп аламыз да. То есть расплющенный болу керек, более үстінен. Иллюзия жасау керек қой, что бізде жаңа ортасына қарай жақындаған кезде более прямой тұр дегенше, жайқалып емес. Араламызда бұрамыз кішкене,
мына ортасына тұру керек примерно. Ортасына тұрды. Енді бұны да тура солай көбейтеміз. Жоқ, бізде көріңіз, ортасына қатысты көбейтсеңіз уже бір орында көбейеді. Ортасына қоямыз центрге. Объектін белгілейміз, применить. Уже бізде көріңіз, 45 аз болып тұр. 50-ге қойып көрейік. 50 тоже аз. 60-ға қойып көрейік. 60 нормально, бірақтан кішкене тағы да керек. 65 қойып көрейік. Мына уже үстіне шығып кетті. 65 емес, даже 70 қойып көрейік. Міне, осылай. Бізде жалпы ұқсат деп ойлаймын. Енді мынау сары ортасындағы сарыны бүйтіп үлкейтіп жіберіп, бұны градиент қылып құйып жіберсек болады тоже. Так, градиентке құйсақ, уже бізде по центру болу керек градиент. То есть мына жағы сары болады да. Мына жағы более сары болады, ал мына жағы ақшылдау болу керек. Артына бір фон қойып көрейік енді. Кез келген қара цвет болсын. Қара цвет онша болмайды екен, мынау артындағы ақ нелер көрініп қалады екен кішкене. Ол жерге бір зат қойып жіберсеңіз болады, или мынау біздегі домалақты кішкене үлкейіп жүрейік тағы да. Сөзде мынандай болады. Мынау қараны тоже градиент қойып көрейік, қалай болады екен. Градиент қыламыз да. Ортасынан көрсек болады. Экспериментировать ете бересіздер ғой, в общем. Былайнан, может жасыл цвет қыласыз ба деген сияқты. Бірақ ақ цвет дұрыс сияқты, более әдемі көрінеді. Негізі осындай способпен неше түрлі осындай домалақ объектілерді бірнешелер рет қайталана беретін. Осындай кез келген объектілерді істей беруге болады осындай. Бірінші бір объектіні алып аласыз, жаңағы бір элементтің ішіндегі. Біз мысалы жапырақты алдық. Сізде мысалы ою болса, кішкентай бір элемент жасап аласыз, оюды. Содан кейін соны жайлап көбейте бастайсыз.